Барлығыңа сәлем, сендермен бірге Ботуманка. Бұл менің күйеуім, есімі Бақыт, жасы 31-де. Біз Астана қаласына көшіп келгенімізге 3 айдан асты. Оның алдында 4 жыл бойы Арқалық қаласында ата-енемен бірге тұрдық. Менің күйеуім ағайындылардың арасында үйдің үлкен баласы болғандықтан өз еншісін алып осы жылы бөлек шықтық. Ата-енемен 4 жыл тұрғанда мен өте таптаза ұстайтынмын үйді. Ал қазір қалай бөлек шықтық? Үйдің іші сырач. Өз үйім, өз ережем, өз тәртібім демекші, мен өте еркінсіп, үйдің тазалығына қарамай кеттім. Бүгін күйеуім үйде демалып жатқандықтан, ұялғаннан көрінген шашылып жатқан жерлерді ғана жинадым. Заттарды жинап отырып байқап қарасам, біздің күйеуім екеуміздің басымызда дәрілер өте көп екен. Жасымыз ұлғайған сайын суық тиіп жиі ауыратын болыппыз. Мінеке жатын бөлмемізді жинап қойдым. Ой, ойлап қалмаңдар, біздің Ботуманка өте салақ деп. Жоқ, тазамын мен негізі, жинастырамын ғой. Енді бір айда бір сондай приступ болып қалады, ештеңе жинағым келмей. Күз уақыты болғаннан кейін депрессияға көп түсетін уақытым. Анау цемент емес, сұр ұнтақ, ұсақ жәндіктерді өлтіретін у ғой. Жәндіктерден өте қатты қорқамын, сосын жиіркенемін. Мына жерде бульдакты жегім келмей қалды. Тойып тұрмын ба бір нәрсе? Ал күйеуім өзінің тамағын жеп алып отыр. Бітті!